Kanalıma тіркеліп, löpül басуды ұмытпа. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерді келесі шығармашылық дағдыларды дамыту папкасымен таныстырайын. Бұл жерде 8 ойын жасадым. Бірінші ойынымыз балмұздақты ретімен қоямыз. 2 түрін жасадым. Балмұздақтарды алып тастаймыз. Сосын балалар мына суретке қарап балмұздақты ретімен орналастырады. 2 түрін жасадым. Сосын мына жерде мүсіндеумен пластилинмен жұмыс, мынандай суреттер. Мына түсіне қарай балалар пластилинмен жұмыс жасайды. Бұл суреттің әртүрлісі бар осындай. Бұл шығармашылық бабы ортаңғы топқа арналған. Сосын келесі ойынымыз мынадай оюды құрастыр деген. Оюларды алдына бүйтіп береміз балаларға. Сосын балалар оюды құрастырады. Құрастырып шығады. Енді келесі ойынымыз пирамида, мынандай асықтан жасадым. Бұл жерде пирамиданы балалар құрастырады. Былай шашып тастаймыз. Мына үлгі суретті мына суретке қарап балалар пирамиданы құрастырады. Құрастырып шығады. Бұл жерде балаларға мысалы жерде асықты танытуға болады, түсін ажыратуға болады. Солайда ойнатуға болады. Келесі ойынымыз жартысын тап деген. Бұл жерде тастаймыз, липучкалы балалар оюдың жартысын тауып жабыстырады. Сосын келесі ойынымыз аспаптар. Көлеңкесін табады балалар. Барлығы липучкамен жасалған. Сосын келесі ойынымыз пирамида асық. Бұны да былай жасадым. Балаларға былай асықты ажыратып береміз. Сосын балалар мына жерде суретке қарап құрастырады. Бірінші үлкен асық. Сары, қызыл деп. Өстіп ойнатамыз. Сосын бұны ретімен орналастыр деп бұлай балаларға алдына бетіп суретке қарап та ойнатуға болады. Сосын соңғы ойынымыз жабайы жануарларды құрастыр деген. Бұл жерде бастаймыз. Балалар жануарды құрастырады. Маймыл, піл, арыстан, жолбарыс, аю. Осындай ойындар. Рахмет, каналыма тіркеліп, löpül басуды ұмытпа.